Астана мюзикл театры тағыда елорда тұрғындарын жаңа шоумен қуантты. Өнер ұжымы халық ертегісі ертөстік желісі бойынша жазылған мюзиклын көрермен назарына ұсынды. Театрдың ашылғанына аз уақыт болса да, өнер ұжымы осымен 3-ші туындының тұсауын кесті. Жастардың жаңашыл қадамы көрермендерді таңғалдырып келеді. Бұл жолы жас өнерпаздар адамгершілік пен ерлікті насихаттауды қолға алған. Театрға келушілер ертегілер елінен ержүрек ертөстіктің зұлымдықпен айқасып, жер бетін жамандықтан құтқарған әрекетіне куә болды. Біздің жанрымызда мюзикл жанрында, яғни ән айтып, би билеп, сахна қозғалысы бар. Сальты жасау керек, соның актерлік шеберлікті де ұмытпау керек. Режиссердің бағыттаған көкейкесті мақсатын ұмытпау керек. Актер ретінде өзінің ұстанған линияңды жоғалтпауың керек. Сондықтан қиындықтар болды. Оның ішінде ариялар орындау керек. Сюжеттік құрылым ертегі негізінде құрылғандықтан болар. Бұл мюзиклді кез келген жастағы көрермен тамашалай алады. Мифтік аңыздың мәні сақталған. Тек жаңа туындыға тағы кейіпкерлер қосылған. Темірханның нөкерлері көбейген. Айта кетейік, Темірхан жерүсті әлемінде жаулап алып, оны мәңгілік қараңғылыққа батыруға ұмтылады. Оның қол астында қуатты көмекшілері, перінің қызы Бекторы, Жалмауыз, Дию, Шойынғұлақ, Жалғыз көз, Дүлей, Обыр болды. Біздегі мақсат бір түркілік мәндегі мазмұнды жасағымыз келгендіктен, әрине ертөстік бұған сай келді. Либреттода қандай өзгерістер дегенде, бірінші мен автор ретінде алып, әрине режиссермен ақылдаса отырып біз жасағанымыз, оның ертегінің өзіндегі сюжетті ғана алмай, сакралды мәндерді расшифровка жасап, қайтадан сюжет құрастырдық. Бас аяғы 40 артист 90 күн бойы дайындық алаңында тер төкті. Жанды вокал, бірегей хореография мюзиклдің мәнін арттырды. Бейне инсталляция мен көз тартарлық декорациялар көрерменді еріксіз баурап алды. Бойына барасыл қасиетті жиған төстіктің бейнесі бүгінгі ұрпаққа үлгі боларлықтай. Себебі мюзиклдің мазмұны сол қалпында, тек жаңа музыка жазылған. Толығымен қойылым 21 ғасырға сай өзгертілген. Камила Мәулен, мәдениетке саяхат, Астана.